Бүгінгі эфиріміздің тағы да бір мейманы бар, сіздермен таныстырып өтейін. Бүгінгі студиямыздың мейманы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің нөмірі 1-ші жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының ассистенті бізде Дина Шамшаева. Қош келдіңіз эфирімізге. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жарқырап келіп қалдыңыз әдемі ақ халатпен. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Жалпы енді мына дәрумендердің адам ағзасына пайдасы деген керемет сұрақтан бастайын сізге. Қандай дәрумендер пайдалану керек? Жалпы адам ағзасына пайдасы қандай деген сияқты. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы дәрумендер бұл адам ағзасындағы ең маңызды қоректік заттар болып табылады. Яғни ол адам организмінің өсуіне, дамуына, иммундық жүйеге барлығына әсер ететін осы жаңа дәрумендер болып табылады. Енді дәрумендердің қандай түрлері бар дейтін болсақ, жалпы дәрумендерді біздер суда еритін дәрумендер, жаңағы майда еритін дәрумендер деп бөлеміз. Және олар сол майда еритін дәрумендердің өзі бөлінеді. А, Б, және С, К, Д витаминдер болып. Ал суда еритін витаминдер, ол Б тобының витаминдері, С витаминдері деп айтамыз. Жалпы көп дейсі дәрумендерді көп топқа түрге бөлінеді дейсі. Енді осы дәрігердің тағайындаусыз дәрумендерді қабылдау туралы сіздің ойыңыз, енді көпшілік білесі ғой, көрінбейді, қабылдауда болмайды, өз беттерінше ем қабылдайды, өз беттерін шет деген сияқты. Иә, орынды сұрақ. Дәрумендерді жаңа дәрігердің тағайындаусыз қабылдау ол өте қате. Өйткені біз организмімізге және ағзамызға қаншалықты витаминнің және қай витаминнің жетіспеушілігін біз жаңағы арнайы зерттеулер арқылы тексеріп барып, және сол тексерістің нәтижесінде сіздің қай витаминнің жетіспеушілігін байқасақ, сол кезде ғана дәрігердің тағайындауы қажет. Организмде витаминнің, дәруменнің көп болуы да ол жаңағы организмге кері әсерін туғызып отыр. Көп болған жағдайда. Көп болған жағдайда ол тоже кері әсерін тигізеді. Ал жалпы енді Дина ханым, дәрумендік жетіспеушіліктің себептері неде? Дәруменнің жетіспеушіліктері организмге ол бірнеше себептер болады. Ең бірінші ол тағам арқылы. Біздің организмде дәруменнің келіп түсуі ол ең бірінші тағам арқылы жүргізіледі. Сондықтан тағам арқылы витаминдердің жаңа түсуінің азаюы және аз тамақтанудың төмендігі, стресстік жағдайлар болуы мүмкін, немесе организмнің өзінің әртүрлі жағдайлары, ол асқазан ішек жолдарындағы гастриттер және жасушалық деңгейде дәрумендердің сіңірілуінің төмендеуі нәтижесінде болады. Ал жалпы адамзатта құнарлы тамақтану жаңағы түсінігі сізше қандай? Жаңа мен айтып өткендей, дәрумендер бізде жаңағы тағам арқылы түсетіндіктен біздер міндетті түрде құнарлы тамақтану керекпіз. Құнарлы тамақтануды айтпас бұрын біздер тамақтанудың бір ережелерін сақтай отыру керек сияқты. Өйткені ең біріншіден тамақтанудың режимі болу керек. Дұрыс тамақтану керек. Яғни түскі ас, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас деген сияқты. Сонымен қатар арасында перекус деп атаймыз, жаңағы сонымен қатар құнарлы тамақтану, яғни тек қана майлы тамақтар немесе белокқа бай тамақтарды ғана қолдану емес, сонымен қатар майлы тамақтар, көмірсулы, жеміс жидектер, дәнді дақылдар деген сияқты соларды көбірек қолдану керек рационда. Және ұтымды тамақтану деген бар, яғни ол ұтымды тамақтану, яғни зиянды организмге зиян келтіретін тамақтарды менше қолданбау. Және соңғы кезде қазір біз жиі қолданамыз, ол фастфудтар әртүрлі. Белең алды ғой қазір. Сондықтан сол тағамдардан қолданбау. Алыс болу керек дейсіз. Дұрыс тамақтану деген жалпы білмеймін. Қазір негізі дұрыс тамақтану керек адам баласы. Нағыз жаңа суға піскен, буға піскен деген сияқты. Мен өзім ойымша сізге сұрақ қойып отырмын. Жалпы енді А витаминоз белгілері адам бойында сұрақ сізге. Жалпы авитаминозға тоқталып кетсек, негізі авитаминоз дегеніміз ол адам организмде белгілі бір дәруменнің жеткіліксіздігінен туындайтын ауру болып табылады. Бұның негізгі белгілері бұл шаршағыштық, көңіл-күйдің бұзылысы, стресстік жағдайлар болуы мүмкін, және буындардағы бұлшық-еттегі ауырсынулар болуы мүмкін, және ең бастысы бұл жаңағы жұқпалы аурулар, инфекциялардың организмнің қарсы тұруының төмендеуі, қандай да бір әлсіреп кетуінен, осындай көрсеткіштермен көрініп жатады.
Дұрыс. Енді жалпы мына авитаминоздың қалай адам бойында болдырмауға болады деген сұрақ енді. Өйткені көптеген көрермендерді мазалап отқан сұрақ деп ойлаймын. Қалай болдырмауға болады? Ең біріншіден авитаминоз ол алдын алу, ең бірінші ол құнарлы тамақтану. Ол құнарлы тамақтанудан бұрын адам өзінің салауатты өмір салтын сақтай білу. Иә, салауатты өмір салты, таңертеңгі уақыттағы сергіту жаттығулары, таңертеңгі уақытта жылы сумен жаңағы бастауы, таңертеңгі асты құнарлы жаңа белоктарға, майларға, көмірсуларға бай тағамдармен және стресстік жағдайлардан аулақ болу. Жаңағы жақсы бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұру. Белгілі бір уақытта. Белгілі бір уақытта. Осының бәрі алып келеді алдын алу. Жалпы енді адамзаттың бойында сіз қалай ойлайсыз? Қандай витаминдер қазір тапшы деп ойлайсыз? Мысалы, адамзаттың бойында көңілді көтеретін, түсіп кетсе, стресстік жағдайға ем кетсе адам баласы, одан шығатын бір қандай да бір күшті витаминдер бар ма? Қазір көрермендеріміз көріп отыр. Мүмкін енді осындай жағдайда жүрген жандар бар шығар. Сіздің көмегіңіз тиіп қалар деген сияқты. Осыған. Жалпы мен айтарым, қандай да бір адамның организмде өзіндегі бір жағымсыз әсерді сезінетін болса, ең бірінші ол дәрігерге жүгіну керек. Бірінші кезекте? Бірінші кезекте дәрігерге жүгіну керек. Қазіргі уақытта жаңа өзінің тұрғылықты жері бойынша емханаларда ол жерде учаскелік дәрігерлер бар. Соған өзінің шағымдарын айтып келсе, олар тағайындаулар жүргізіп, қандай да бір зерттеу жүргізіп, сол қай витаминнің жеткіліксіздігі екенін бірінші анықтау керек. Сол витаминнің жеткіліксіздігіне байланысты дәрі-дәрмектерді тағайындау керек. Қазіргі кезде енді вирустық белең алып тұрған кез С витаминдерін және С витаминіне бай цитрустық тағамдарды жақсырақ қолдану, көкөністерді және жаңағы жеміс-жидектерді көп қолдану керек. Яғни жеңіл, жеміс, жидек, С витаминіне толы, қазіргі вирустың өршіп тұрған кезінде. Және ерте жатып, ерте тұрып, серуендеп, дұрыс тамақтану, осының барлық адам баласының жаңағыдай ешқандай витамин ішпей-ақ та, осы жолмен, жалпы адам баласына режим болу керек деніңізші. Сол режимға енгенде адам баласы дені өне бойы сау болады. Дина ханым, сізге көп-көп рахмет. Енді жалпы ақ халатты жандар біздің жанымыздың арашасыздар, сондықтан қашанда осындай халыққа деген жаңағыдай пайдаңыз көп болсын, жұмысыңызға жеміс тілегім келеді. Көп-көп рахмет. Сіздің әдемі сұхбатыңыздан біздің көрермендеріміз ой түйді деген ойдамын. Көп-көп рахмет. Жемісіңіз, яғни жұмысыңыз жемісті болсын. Рахмет.